Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл елдің стратегиялық дамуының басым бағыттарының бірі. Қазіргі уақытта бұл жұмыс жүйелене түсуде. Жемқорлықтың алдын алуға және жұмысқа жұртшылықты жұмылдыруға баса мән берілуде. Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес, агенттік жемқорлықтың деңгейін түбегейлі төмендетуге бағытталған сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-шаралар әзірледі. Осыған орай жемқорлыққа қарсы заңнамаларға бірқатар өзгерістер енгізілді. Квази-мемлекеттік сектордағы жемқорлық үшін жауапкершілік күшейді. Ұлттық компаниялардағы жемқорлыққа қарсы комплайнс негіздері заңнамамен бекітілді. Мемлекеттік қызметшілерге, депутаттар мен судьяларға шетелдік банктерде есепшот иеленуге тыйым салынды. Құқық қорғау органдары қызметкерлері мен судьялардың, пара берушілер мен пара берудегі делдалдардың жемқорлық үшін жауапкершілігі қатаңдады. Ауыр және аса ауыр жемқорлық қылмыстары үшін шартты түрде мерзімінен бұрын босатуға тыйым салынды. Құқық қорғау органдары қызметкерлерінің қылмыстарды арандатқаны үшін қылмыстық жауапкершілігі енгізілді. Жемқорлыққа қарсы заңнаманың өзгерістерінің аясында қабылданған алдын алудың жаңа институттары толығымен іске қосылды. Қарамағындағы қызметкердің сыбайлас жемқорлығы үшін 6 саяси қызметшінің отставкасы қабылданды. Тағы 9 саяси және басшы деңгейіндегі 39 әкімшілік қызметші мен квази-мемлекеттік сектордың 5 топ менеджері тәртіптік жауапкершілікке тартылды. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы сараптама институты іске қосылды. Оның аясында 125 сарапшы, 3,5 мыңнан астам нормативті құқықтық жобаларға талдау жасап, 7,5 мың жемқорлық фактор анықталды. Азаматтардың қажеттілігін өтеу сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаттың маңызды бөлігі болып саналады. Мемлекет басшысының халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасына сәйкес, агенттік мемлекеттік органдардың ашықтығы мен айқындығын тұтынушыға бағдарлануын арттыру бойынша жүйелі жұмыстар жүргізуде. Агенттік басшылығы тұрақты түрде өңірлер мен орталық мемлекеттік органдарға барып, еңбек ұжымдарына сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат туралы ақпараттық түсіндіру жұмыстарын жүргізіп, роликтер көрсетті. Алдын алу жұмыстары мен интегрити идеологиясын насихаттау жаңа сапалы деңгейге көтерілді. Адалдық алаңы жалпыұлттық жобасының аясында 317 сервистік әкімдік ашылып, бұл облыс деңгейіндегі қалалар мен аудандарды 100% қамтыды. 2300-ден астам фронт офис пен open space, сондай-ақ әр өңірде 18 сервистік антикор орталықтар ашылды. Ол мемлекеттік мекемелерде қызмет алу процесін едәуір арттырды. Жоба мемлекеттік қызметтерді цифрландыруға айтарлықтай серпін берді. Халықаралық стандарт бойынша цифрландыру кемінде 90%-ға жетуі қажет болса, Қазақстанда ол 93%-ға жетіп, осы саладағы тұрмыстық жемқорлық деңгейін төмендетті. Адал көмек жобасын іске асыру барысында танымал адвокаттар мен заңгерлері 39 мың азаматқа тегін құқықтық кеңестер берді. Агенттіктің антикор лайв жобасымен ақпараттық ағарту штабтары 10.700 онлайн шара өткізіп, 1000-нан аса видео және аудио ролик әзірледі. 45 мурал салынып, 10 миллионнан астам көрнекті материалдар шығарылды. Осы шаралар аясында жалпы 4,5 миллионнан астам адам қамтылды. Protecting Business and Investments жобасы жалпы құны 16,2 триллион теңге болатын. 635 бизнес жобаны сыбайлас жемқорлыққа қарсы сүйемелдейді. Жемқорлықтың алдын алу агенттіктің басты басымдықтарының бірі. 2020 жылы сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне 217 сыртқы талдау мен 264 мониторинг жүргізіліп, 70 нормативті құқықтық актіге өзгеріс енгізілді. 1110-нан астам ұйымдастыру шаралары қабылданды. Жүйелі алдын алу жұмыстарының арқасында жемқорлық қылмыстарының саны 5%-ға төмендеді. 2017 жылдан бастап 2020 жылға дейінгі аралықта жемқорлық фактілерін тіркеу 11%-ға азайды. Маңызды бағыттарға басымдық берілді. 25 аса ауыр және 1368 ауыр қылмыстың, сондай-ақ жүйелі жемқорлықтың 112 фактісінің жолы кесілді. Есептік кезеңде агенттіктің ішкі бизнес процестерін цифрландыру бойынша ауқымды жұмыстар жүргізілді. Big Data технологиясы мен жасанды интеллект енгізілуде. Ол ведомстволық есептілікті қалыптастыруға кететін уақыт пен ресурстарды бірнеше есе үнемдеуге мүмкіндік береді. Кадр жұмысын автоматтандыру жүргізілуде. 2020 жылы республикалық, облыстық, қалалық және аудандық деңгейде 210 басшы қылмыстық жауапкершілікке тартылды. 722 адам сотталды. Жалпы соммасы 50,7 миллиард теңге залал өтелді.
Парақорлық пен жымқыру фактілері бойынша еселенген айыппұл соммасы 2,8 миллиард теңгені құрады. Айыптаушылардың 1,2 миллиард теңге болатын мүлкіне тыйым салынды. Осылайша 2020 жылы агенттіктің қылмыстық құқықтық және алдын алу бағыттарындағы жұмысының экономикалық тиімділігі 95,6 миллиард теңгені құрады. Transparency Қазақстан қорының Біріккен ұлттар ұйымының даму бағдарламасының тапсырмасымен жүргізілген 2020 жылға Қазақстандағы сыбайлас жемқорлық жай-күйінің мониторингі зерттеуінің нәтижелері бойынша агенттікке азаматтардың 63% мен бизнесмендердің 65% сенім білдірген. Қазақстандықтардың 60%-дан астамы жемқорлықпен күресуге әзір екендігін білдірсе, кәсіпкерлердің 80%-дан астамы Қазақстанда пара бермей-ақ тек құқықтық салада жұмыс істей отырып, өз бизнесін дамытуға болады деп санайтынын жеткізген. Біз былтыр Дүниежүзілік банктың жемқорлықты бақылау индикаторы бойынша пайыздық көрсеткішті 2 есеге арттырдық және Transparency International'дың жемқорлықты қабылдау индексінде 38 балл иеленіп, халықаралық сахнада тарихи нәтижеге қол жеткіздік. Агенттік жемқорлыққа қарсы азаматтық бастамаларды қолдауға және іске асыруға әрқашан дайын.